бізде көтере алмайды осы нәрсені. Маман өзінің ақысын талап етіп келіп қалса, басшылар андай қылып қалады, ренжіп қалады оған. Как будто ол ештеңе сұрамау керек, бұл бүйтіп берген кезде ол рахмет деп алу керек та. Сосын мамандарға да мен айтарым, қорықпай өзің пайызыңды, өзің мәселеңді сөйлесе бер. Бірақ енді, короче, менде бір сотрудник болған. Андай сотрудник та, тапсырма берсең, бұл менің міндетім емес деп айта береді ше. Не тапсырма берсең де солай. Бірінші айтқан кезде жұмыстан шығаратын адам ғой. Тапсырма жоқ, жұмыстан шығардым так-та. Өзі бір айға жетер жетпес ғана жұмыс жасады өзі. Жоқ, ең қызығы, сен тапсырма бересің, сосын сен оған отырып түсіндіресің оның міндеттері екендігін. Бұл жерде өзіне жауапкершілікті алғысы келмейді да. Мынау сенікі емес, мынау сенікі емес, мынау сенікі емес, мынау сенікі емес. Қайсысы сенікі өзі? Айлық сен не үшін алып жатқанды айтшы маған. Сен қазір бос отсың, сенің уақытың кетіп жатыр, мен саған тапсырма беріп жатырмын. Бұл мәселеде бір объективность сақталу керек та, бір орта жол сақталу керек та. Тым қатты андай бір өзімдікін талап етемін деп жаңағындай бір совсем құтырып былай қарай да кетуге болмайды. Мен олай кетіп, ақыр соңында жұмыссыз қалған кісіні де танимын, менің досым бар сондай. И в то же время андай бір сен ақың бар болса, ақыңды сұрамай үндемей жүріп, іштей қайнап, іштей жек көрініш жинап жүре беретін де. Жабық конфликт. Иә, пассивный. Ол нәрсе де керек емес. Мынау да керек емес, мынау да керек емес. Просто Абай атамыз айтады ғой, сен айыбың жоқ адамның алдына барып, амандасудан қорқу ұят емес, ол ынжықтық деп айтады да. Бұл ынжықтық та негізі, әлсіздік. Сондықтан егер де сенің хақың бар ма, сен кәдімгідей дұрыс пікір білдіретін орның ба, эмоциясыз, басқасыз ересек адамсың ғой, кәдімгідей ашығымен спокойно отырып сөйлес.